Баршаңызға сәлем, сіздер мен Луиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан салаттың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бұл салаттың ерекшелігі оңай, тез дайындалынады және пісіруді қажет етпейтін заттардан тұрады. Бізге қажетті заттар: аңшылық шұжығы, 200 грамм сыр, салат жапырағы, қызанақ және сырный палочки, сосын осындай тұздалған қияр қажет. Ең алдыменен салат жапырақтарымызды қолымызбенен осылай үзіп аламыз. Шұжықтарымызды да сопақша тәрізді етіп турап шығамыз. Аңшылық шұжығының орнына копченый колбасаны да қолдануға болады. Туралған шұжықтарымызды ыдысымызға салып, енді 200 грамм сырымызды 4 бұрыш етіп турап аламыз. Туралған сырымызды да ыдысымызға салып аламыз. Енді қызанақтарымызды да осылай үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Тұздалған қиярларымызды да қақ ортасынан бөліп турап аламыз. Ендігі кезекте чечил сырымызды қолымызбенен осындай ұсақтап аламыз. Бұл біздің салатымыздың бетіне әсемдеуге керек болады. Салатымызға енді 3 ас қасық майонезімізді қосып араластырамыз. Тұз ештеме қоспаймыз. Бізде майонезде және тұздалған қиярда тұзы көп. Егер тұз салсаңыздар, қатты ащы болып кетеді. Енді салатымыздың бетіне чечил сырларымызды қойып әсемдеп шығамыз. Осымен салатымыз дайын болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк, комментарий жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.